болуп көрүнүү. Сол үчүн ол билмейтин халық жоқ шығар, иә. Неге қарапайым халық деп жатырмын? Өйткені ол целевой аудиториясын нақты тапқан адам. Ол Қосай бағдарламасына үміткер болып келді. Оның бірінші задачасы өзіне халық назарын аудартып алу, содан кейін красавчик болып көріну. Сол үшін ол сыйлықтар берді, әрдайым келген кезде қатысушыларға сыйлықтар беріп отырды. Оны халық жақсы бала, қызға ақша аямайтын адам екен деп таныды. Бір күні, бір-екі бөлімнен кейін ол сахнаға шығып өлең айтты. Содан кейін бір-екі күннен қарасаңыз, оны клипі шығып кетті. Клипі шыққаннан кейін ол конкурс ұйымдастырып жіберді. Кім менің өлеңін айтады, парақшасына салады, мен оған 100 000 теңге сыйлаймын деді. Қатысушылардың арасынан біреуіне түнгі 12-де үйіне барып, ол тағы да хайп болды. Қазір қарасаңыз, YouTube-ында 1 миллионнан асып кеткен просмотр. Ал осыдан 3-4 жыл бұрын қарасаңыз, 95 000, 40 000 ғана просмотр болған өлеңдерінде. Сол үшін не сатсаңыз да өзіңіздің целевой аудиторияңызды нақты біліп, оларға дұрыс ұсыныс жасасаңыз, сіздің кез келген заты. Мен хейтерларым кіммен ойнаймын? Соған кіреді, соған ататын ғой. Соған кішкене нервім ойнайды. Менің хейтерларым соған атып жатыр зато. Менің хейтерларым саған атып жатыр. Жұбатқан тыңнайын. Да, рахмет. Пожалуйста. Таза ерекс, таза ұйқы. Кеңіздер, үшінші рет ұйқыға кетіп жүрмесін енді. Давайте, последний батл, достар. Осы жерде енді. Короче, бүгін бір чисто комнатада бір сериал қосып қойып жататын күн болып тұр. Қасымда подругам бар. Утром мне дали добро. Что скрываешься? Дайте знать, и ваша жизнь вернется обратно. Альфи, сіздің заказыңыз бойынша. Кофтамды киіп жатыр едім, ішінде андай нәрсе бар екен да. Тез кием деп, көзімді шығара жаздағасын қарсыңдар. Қанап. Сені есім алмадым, мені кешір алмадың, дейсің есін алдадың, тегінсіз жанарың менен, кеттің асығып жарып. Кейбір кезде ұрып та жіберуі мүмкін. Негіз ұрып жіберуі мүмкін деген қалай еді? Бәріне сәлем, менің атым Тілек. Мені бірі білсе, бірі білмейді. Менің туған ағам Гуджан. Егер Гуджан ағам туралы айта кететін болсақ, оның шын аты Тәуіржан. Мен ағам экранда көңіл-күй және қуаныш сыйлайтын адам болып көрінгенімен, шын өмірде өте салмақты және сабырлы жан. Ал маған келген кезде өте қатал, кейбір кезде өте мейірімді болып келеді. Мысалға айтатын болсақ, мен мысалы телефон көп көрсем және киімім таза болмаса, сондай кездерде ұрсу мүмкін, немесе кейбір кезде ұрып та жіберуі мүмкін. Негіз ұрып жіберуі мүмкін деген қалай еді? Ондай болып тұрады енді, мойындаймын. Ал мейірімділігін айтатын болсақ, мені ешқашан аш қалдырмайды және анама маған да өте ерекше сыйлықтар жасайды. Егерде мен туралы және Гуджан ағам туралы сұрақтарыңыз болса, астына жазып кетіңіздер, соған шын жауап беремін. Қайырлы күн, менің лайк арнамда оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздерді бүгінгі 8 март мерекесімен құттықтаймын. Әйел қауымын, қыз-келіншектерді, аналарды. Тәуіржан, енді барлық Қазақстан осы Тәуіржанды бақылап, қадағалап отырмыз ғой. Тәуіржан не істейді, не болады екен деп. Сол Тәуіржан енді өзінің мына жерде өлеңін айтып, өлеңмен бөлісіп жатыр. Тәуіржан енді 8 март мерекесін шымкентте. Көрсетші на плов, не деген плов не? Мынандай ғой плов, қараңыздаршы. Это просто Шымкент болып тұр ғой, короче. Лимон алады екен да, короче. Теседі екен да, бүйтіп. Сағады екен. Обслуживание деген өлтіректі бірақ. Енді жеп көрейік тағы да. Достар, просто қараңыздаршы.